Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар. Бүгін сіздермен бірге жаңа бір етістіктің жағын өтетін боламыз. Бұл бізде future perfect жағы, аяқталған өткен шақ. Сонымен бастайық. Бірінші, біз бұл шақты қалай жасаймыз? Формуласы қандай? Оны жасау үшін бізге бірінші will, одан кейін have және осы екі көмекші керек. Одан кейін біз оған етістіктің үшінші формасын қосамыз. Мысалға, I will have seen him by 4 o'clock. Мен оны 4-ке таман көремін. Will have деген көмекші етістік екеуі өзгермейді. Одан кейін етістіктің үшінші формасы see деген көру деген етістіктің үшінші формасын қолданып тұрмыз. Енді қарайық. Verb 3 form етістіктің үшінші формасы дегеніміз не? Тағы да бір рет есімізге түсіріп өтейік. Егер етістік дұрыс етістік болса, онда біз оған ed деген жалғау жалғаймыз. Мысалы watch, watched, көрді, көру, көрді деген секілді. Ал егер етістік бұрыс етістік болса, оның үшінші формасын арнайы списоктың үшінші бағандағы сөзден қараймыз. Мысалға жаңағы see деген етістік ол бұрыс етістік, оның үшінші формасы, екінші формасы saw, өткен жақта үшінші формасы seen, үшінші формасын тізімнен қарап немесе жаттап алып қолданамыз. Қарайық, мысалға do деген жасау деген етістік. Бұл да бізде бұрыс етістік ережеге бағынбайды. Списоктан қараған кезде бізде ол өткен жақта did деп қолданамыз, ал үшінші формасында аяқталған perfect жақтарда біз оны done деп қолданамыз. Яғни бізге future perfect жасау үшін бізге мына үшінші формуласы керек. Немесе read деген оқу деген етістік, бұл да бұрыс етістікке жатады. Бұның үш формасы да бірдей. Өткен жақта да, аяқталған өткен жақта да барлығында бірдей жазылады, бірақ бұнда оқылу әртүрлі. Мысалы, осы жақта біз read деп оқысақ, өткен жақта және perfect жақтарда біз оны read деп оқимыз. I have read. I have read емес, I have read. Яғни тек оқылуында, айтылуында айырмашылық бар. Сонымен жалғастырайық. Енді сұраулы сөйлем жасаудың формуласына көшейік. Сұраулы сөйлем жасау үшін бізге бірінші жаңа will деген көмекші етістікті алдыңғы зат есімнің алдына шығарамыз, одан кейін зат есім тұрады. Бізге you, I, we, you, he, she, және барлық жақтарда willді қолдана береміз. Одан кейін бізге have деген көмекші етістік, одан кейін етістіктің үшінші формасы. Түсінікті? Бірінші көмекші етістік, зат есім, did have, одан кейін етістіктің үшінші формасы, одан кейін қалған сөздер. Немесе, мысалға, will have read this book by Friday. Сен мына кітапты жұмаға дейін оқып бітіресің бе деп сұрау үшін. Келесі, мысалға, екінші бір мысал, how many pages will you have read by 5 o'clock? Сағат 5-ке дейін қанша бет оқып бітіресің? Түсінікті? Бізде бірінші how many pages қанша бет деп сұрап тұрмыз, одан кейін will көмекші етістік, одан кейін зат есім сен, you, одан кейін қалған етістік және қалған сөз таптары. Келесі, болымсыз сөйлем жасау үшін де өте оңай, еш нәрсе өзгертпейміз, жай ғана will деген көмекші етістіктің қасына not деген сөзді қосамыз. Мысалға, I will not, немесе won't қысқаша түрде, I will not have, одан кейін етістіктің үшінші формасы. Түсінікті? Will not-тың қысқаша түрі won't деп айтамыз. Яғни барлық жақта да I, we, he, she, it, they-дің барлығында біз осы сөзді қолдана береміз. Мысалы, I won't have read this book before the weekend. Мен бұл кітапты демалысқа дейін оқымаймын, немесе оқымаған болар едім. Түсінікті? I won't have read this book before the weekend. Енді ең маңызды бөлім біз future perfect жағын қашан қолданамыз. Бірінші жағдай future perfect шағын болашақта нақты бір уақытта аяқталатын, бұл жерде ключевой слово аяқталатын іс-әрекетті сипаттау үшін қолданамыз. Мысалы, сізге достарыңыз хабарласты, сізге жұмыста отырса, сізге айтады, бүгін кешке кездесейік дейді. Нешеде жұмыстан шығасың? Сен оларға айтуыңыз керек. Мен бүгін жұмысты сағат 7-де аяқтаймын. Осы жұмысты болашақта аяқтайтын нақты уақытыңызды сипаттау үшін біз future perfect жағын қолданамыз. Яғни, by 7 o'clock I will have finished the work. Түсінікті? Сағат 7-ге таман мен жұмысымды аяқтап бітіремін. Сіз солай жауап бересіз. Яғни, future perfectті қолдана отырып. Келесі, немесе I will have written a book by the end year. Яғни, жылдың соңында мен мына кітапты жазып бітіремін. Яғни, сіз болашақтағы нақты уақытта аяқтайтын жоспарыңызды айту үшін future perfect жағын қолданып тұрсыз. Келесі, future simple мен future perfect'ның айырмашылығы қандай, соған тоқталайық. Future simple'да біз болашақтағы жасайтын іс-әрекетті, фактіні сипаттап айту үшін қолданамыз. Яғни болашақтағы жоспарымызды айту үшін, мысалы, I will fly to Almaty. Мен Алматыға ұшып барамын. Болашақта ұшып барамын. Нақты қашан екені маңызды емес, немесе маңызды болса да жай ұшып баратын. Бұл жердегі акцент, негізгі маңыздылықты біз ұшып баратынымызды болашақта жоспарымызға
келтіріп тұрмыз. Ал future perfect'те бізде болашақтағы нақты бір уақытта аяқталатын нәтижесін көрсететін іс-әрекетті сипаттау үшін қолданамыз. Яғни біз бұл жердегі акцентті нәтижеге қоямыз. Мысалға, I will have flown to New York by Friday. Яғни жұма күні мен Нью-Йоркке ұшамын. Түсінікті? Яғни мен демалыс күндерін Нью-Йоркта өткіземін. Яғни бұл жерде біздің ұшатынымыз маңызды емес, бізде бұл жерде ұшқаннан кейінгі болатын нәтиже, яғни демалысымызды Нью-Йоркта өткізетініміз, яғни Friday, жұма күні Нью-Йоркта болатынымыз маңыздырақ. Түсінікті, иә? Келесі, future perfect үстеулер немесе time markers деп айтамыз, уақытты көрсететін үстеулерге тоқталайық. Ең жиі қолданылатын ол by, 5 o'clock by Friday, яғни таман немесе де деп алады. Қазақ тілінде де деген жалғаумен сәйкес келеді. Мысалы, 3-те немесе жұмада деген секілді, екі күнде деген секілді. Келесі, by the end of, бір нәрсенің соңында. Мысалы, by the end of the week, аптаның соңында. By the end of summer, жаздың соңында деген секілді. By the time, сол уақытта, яғни сол кезге деп айту үшін. By then, сол кезде, немесе кейін, before, бұрын, бір нәрседен бұрын. Так, енді сіздерге түсінікті болса, қайтадан бір рет қайталап өтейік. Сонымен, future perfect жағын жасаудың жолы бізге ол үшін will деген күш жетістік керек, одан кейін have деген күш жетістік керек, және үшінші формуласы керек, үшінші формасы. Так, немесе, мысалға, do, did, done ішінде біз future perfect айту үшін done деген формуланы қолданамыз. Келесі, сұрау сөйлем жасау үшін will деген күш жетістікті затисінің алдына шығара қоямыз. Қалған барлық сол күйінде қалады. Так, келесі, болымсыз сөйлем жасау үшін сөйлемде еш нәрсе өзгермейді, тек will деген сөздің қасынан not деген сөзді қосамыз. Сол кезде бізде want деген сөз шығады. Келесі, қашан қолданамыз? Бірінші жағдай ол болашақта нақты уақытта аяқталатын іс-әрекетті сипаттау үшін. Келесі, future simple мен future perfect айырмашылығы. Future simple'да бізде акцент жалпы іс-әрекетке назар аудартады, болашақта ұшатынымыз туралы айтып тұрмыз міндетті. Ал future perfect'те бізде нақты нәтижеге назар аударады. Яғни болашақтағы істің нәтижесі бізге көбірек маңызды болса, соны айту үшін біз future perfect жағын қолданамыз. Үстеулері by the end of, by the time, by then, before деген. Енді сіздерге тапсырма, осы өткен тақырыпты бекіту үшін ссылкамен өтіп тестті жасап біліміңізді тексеріңіз және future perfect жағын пайдалана отырып үш сөйлем жазыңыздар.